Армысыздар қалайық, амандасып алайық. Менің атым Айзере, мақтануға лайық. Әжемнің де еркесі, Әлпеш деген еркемі. Жұмагүл менің ақ әжем, еркелеті мені өсірген. Келіп қойып отырмын. Аманатын арқалап, әжесі болып Айзеренің. Алдыңызға келіп қалдым сайысуға мен бүгін. Сайысымызды әнмен бастасақ. Айналайын ақ жүзін, айдан аппақ сенде жарды ер жігіт, айдан таппақ дедім аяу. Көрген адам қасыңнан кет алмайды мұз үстінде жүргендей, қайғанақтап дедім аяу. Алма ағаштың гүліндей ау, текеметтің төріндей ау. Өтіп дәурен бара жатыр, сізден бізге білінбей ау. Әже, сіз не тоқып отырсыз? Ой, айналайын немерем, маған қонаққа кеп қалған екенсің. Мен саған әдемі көйлек тоқып отырмын. Мен қазір мына кішкентай ғана достарыңа кішігірім тоқу өнері туралы түсініп беріп жіберейін. Тоқу өнері қазақ халқының ежелден келе жатқан ең алғашқы киім. Мен өнер жабдығының негізі болған бұл тамаша өнер. Мысалы, мына жерде жүн туралы айтылатын болсақ, бұл табиғи материал. Оны қазақ халқы мыңдаған жылдар бойы іске асырған. Бұны қой, ешкі, қоян жүндерінен иіріп, мақта, одан кейін алаша, кілем тоқыған. Көрдіңдер ма? Қыздарым, міне сен қызым, немерем, айналайын. Мен саған арнап, балабақшаңа әдемі ойыншықтар тоқып қойдым. Осы ойыншықтарды алып, сен балабақшаға барып, мына достарыңмен ойнайсың. Әже, сіз не тігіп отырсыз? Маған да үйретіңізші. Мен құрақ тігіп отырмын жаным. Сен екеуіңе де осы құрақты үйретсем ба деп отырмын. Үйренесіңдер ма? Жақсы. Құрақ ежелден келе жатқан біздің үй бұйымдарымыз. Бұл құрақтың қазіргі кезде 200 түрі бар екен. Соның ішінде мынау құрақты, мынандай құрақты мен сендерге ши құрақты үйретсем ба деймін. Бұл ши құрақ үшін алдымен біз маталар таңдап аламыз. Маталарды таңдаған кезде астына бөз матаны таңдаймыз, бетіне мынадай маталарды таңдаймыз. Мына маталарды бетіне құрастырып, мынадай құрақ шығарамыз. Бұл құрақтың аты ши құрақ екен. Енді біз ішіне көзін салып қойдық, енді басқа маталарды құрай береміз. Ой, рахмет. Маржан, сен қайсысын қалайсың? Рахмет жаным. Әкеле ғой. Осы құрақтарды біз енді құраймыз. Ой, айналайын қарақтарым, менің істіп атқанды көріп, мен жаныма кеп қапсындар. Мен қазақтың байырғы келе жатқан алаша тоқып отырмын. Бұл алаша, тықыр алаша деп аталады, қақпа алаша деп аталады. Бұны төсеніш жерге, сендердің бір тоқып, жатын бөлмелеріңе әдемілеп жарқыратып төсеп қоям, Құда қаласа. Халқымыздың төрттіліктің ішіндегі қойдың жүнінен алынады. Қойдың жүнін қырқып алып, сабау деген болады. Сабауменен жаңағы тулаққа қойып, әбден сабаймыз. Үстіне шаңын нелерін түсіріп, әдемілеп ретке келтіреміз. Сосын жуып, ұршық деген болады апаларыңда. Ұршықпенен иіріп, мынандай жіп қыламыз.